Сәлеметсіздер ме? Бүгін осындай топ-томпақ жұп-жұмсақ беляши пісіреміз. Беляшидің іші жақсы піскен. Мен начинкасына картопты қолдандым. Етпен пісірсеңіздер де болады. Видеода көрініп тұрғандай, беляшидің ортасы барлығы піскен және воздушный. Қамыр илеуіміз үшін ең алдымен 350 мл су және 350 мл сүтті жылытамыз. Қатты ысытпаймыз. Оған 1,5 шай қасық дрожж қосамыз. Үстіне 2 ас қасық қант саламыз. Оның үстіне 6 ас қасық ұн саламыз. Барлығын жақсылап араластырып, бетін жауып, жылы жерге қоямыз. Жылы жерге 15-20 минутқа қойып қоямыз. Мінекей осылай көтерілетін болады. Біздің дрожж жұмыс істеп жатыр деген сөз. Енді 800 грамм ұн аламыз. 800 грамм ұннан менде 25 штук беляши шықты. Сіз өзіңізге қажетінше алуыңызға болады. Оның үстіне 1,5 шай қасық тұз, 1 жұмыртқа салып илейміз. Сұйық массамызды алдымен араластырып аламыз. Сонан соң ұнның үстіне алдымен жартысын, онан кейін барып аз-аздан қалған бөліктерін құйып илейтін боламыз. Қамырымыз қолымызға жабысқақ болады. Оған мән бермейміз. Біздің беляшидің қамыры сұйықтау болады. Сұйық қамырға илейміз. Осы қамырмен тек сұйықтығын аз құйып, бауырсақ илесеңіз де, бауырсағыңыз жақсы көтерілетін болады. Қамырымызды кем дегенде 5 минутта илейміз. Жартылай илеп болған кезде 5 ас қасық сұйық май құямыз. Одан кейін бетін жауып, міндетті түрде жылы жерге 30 минутқа қоямыз. 30 минуттан соң тағы да алып бір қайырамыз. Сонан соң тағы да 2 сағатқа жылы жерге қоямыз. Мен қамырды духовкаға астына, духовканы алдын ала 50 градусқа бір қыздырып алам, сосын өшіріп қоям. Сол жылы болып тұрған жерге бетін жауып, қамырымды сонда саламын. Ал енді салмасына келетін болсақ, мен бұл жерде асылған картоп және қуырылған пияз, тұз, бұрыш салып жасадым. Фаршпен және пияз қосып жасасаңыз да өте дәмді болады. Осылай пюре қылып езіп аламын. Енді біздің қамырымыз дайын. Мінекей осындай болып көтеріледі, себебі біздікі сұйық қамыр, пористый болып тұрады. Қолымызды сулап алып, шетінен үзіп аламыз. Столдың үстінде сулап аламыз міндетті түрде. Қолымызды сулаған соң ешқандай да жабыспайтын болады. Алдымен қамырларымызды осылай дөңгелек етіп, 9-10 штугын жасап аламыз. Оның үстіне салмаларымыз салып шығамыз. Барлығын салып болған соң, жиегінен бастап түйіп шығамыз. Ортасына қарай орап түйіп, теріс айналдырып қойып қоямыз. Барлығын осылай жасап шығамыз. Газдың астын майды орташа отқа қоямыз. Сонан соң беляшиларымызды қолымыз сулап алып, басып майға салып аламыз. Бір жақ беті қызарған кезде арғы бетін аударып, екі жағын қызартып пісіріп аламыз. Беляшилар бір беті қызарған соң, осылай екінші бетін бірден аударып, қайта аударып, сонымен қызартып пісіріп аламыз. Осылай топ-томпақ болып, әдемі болып піседі. Ұнап жатса, сіз де жасап көріңіз. Мінекей 2-3 есе беляшилар үлкен болып көтеріледі. Ас болсын.